Сәлем жақсыларым, қалайсыңдар? Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз лаваштан қазақпай іске торт жасаймыз. Бірақ өте дәмді және жұмсақ, жүрекке тимейді қанша жесең де. Майы аз да, сондай торт болады. Құр кетпей лайк басып, комментарий жазып тіркеле сал. Ол үшін бізге мынандай заттар керек. 4 жұмыртқа. Ең бірінші біз қайнатпалы сорып немізді жасап аламыз. Кремімізді 4 жұмыртқа, 1 стакан қант және 1 литр сүт. Жақсылап араластырып аламыз. Мына жүгері крахмалын саламыз. 2 қасық. Бұл кремді жұмыртқасыз да жасауға болады. Жұмыртқа болмаса, жұмыртқасыз жасай беріңіздер. Ол үшін сүтті 1 литр 200 грамм аласыздар. Сол кезде консистенциясы дұрыс болады. Іртігін жазып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін қазір бұны қайнатамыз. Қайнап атқан кезде үнемі қозғап тұрамыз. Әйтпесе іртік-іртік болып қалады. Мына қайнағаннан бастап кішкене қоюланғанша қайнатамыз. 1 минутта қайнатамыз где-то. Болды, оттан аламыз. Енді 200 грамм сары май саламыз. Құрметті көрермендерім, біздің каналымызға лайк басып, видео ұнаса, ал қонақтарымыз тіркеліп кетсеңіздер, риза боламыз. Міне, мына лаваштарды мен лаваштарым кішкентай болғаннан кейін 22 сантиметр диаметрі осындай тарелкаге өлшеп кесіп алдым. Осындай 10 дана кесіп алдым. 11 дана кесіп алыппын ғой. Біреусі бетіне подсыпкаға керек, бетіне. Сөйтіп бәрі мына духовкада пісіріп аламыз. Бір 3-4 минутта піседі бұл тез-тез. Кремімізбен енді тортымызды құрастырамыз. Кәдімгі құрастырасыз ғой. Крем, сосын жағы лаваш, крем, лаваш. Бетіне подсыпкасын салдым. Егер сіздер лаваш сатып алатын болсаңыздар, 4 бұрыштап жасап қойсаңыздар болады. Сөйтіп бұны біз холодильникке, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Міне тоңазытқышта тұрды. Кәне кесіп көрейік. Өте жұмсақ болады. Негізі бұл тортты қанша жесең де жүрекке тимейді. Майы көп емес. Обычный тортта майлы болады ғой. Үйде мен көп жасаймын бұл тортты. Балалар сүйіп жейді бұл тортты. Ұнайды, өзіме де ұнайды. Жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңдар.